Достар, бәріне сәлем, сіздермен желіде Нұралы крипто, және де біз бүгін менің осы аптада ашқан трейдтарыма шолу жасайтын боламыз. Осы аптада менде примерно 10 трейд ашылды, барлығын журналыма енгіздім. Енді осы трейдтарды қарастырайық. Негізі винрейтқа қарайтын болсақ, менде примерно осы аптада 70% винрейт шықты. Трейдтар өте жақсы жабылды, суммарно 7-9% пайдамен жабуға мүмкіндік берді аптаны. Енді осы трейдтарға өтейік. Так, аптаның басында бізде 20 күні басталды. 20 күні менде гер40 бойынша шорт позициясы ашылған. Осы трейдімізға шолу жасап өтейік. Енді бұны мен неге шортқа аштым, соны қарастырайық. Так, неге шортқа аштым? Себебі біз төмен қарай құлап келе жатырмыз. Астыда плюс мына аралықта бізде ликвидность болған, және осы ликвидностьті алуға барады деп, бару керек болған деп мен шортқа ашып жібердім. Яғни баға төмен қарай құлап бара жатты. Осы құлауды мен дальше осы аралықта жалғасады деп шортқа аштым. 5 минуттықта қалай болды? Модель 5 минуттықта баға келді. Сол жақтан ликвидностьті мысалы мына хайды шешіп алды. Шешкеннен кейін мен төмен қарай мына имбаланстарға реакция жоқ екенін байқап, мына арадағы имбаланстан шортқа қарай кірген болатынмын. Өкінішке орай, әрине мені стоп-лосспен жапты. Сондықтан ештеңке етпейді. Осылай бір минус ұстап алдық. Жалпы осы. Так, ол бұл бізде бірінші трейд. Енді екінші трейд ол менде евро бойынша болды. Шортқа ашылған, 2 риск реворд 1%-пен кеттік. Дайте евро бойынша трейд ол менде мынау 21 күні келесі күні ашылды. Енді бұның логикасына мән беріп өтейік. Так, енді жоғары таймфреймнен бастайық. Жоғары таймфреймда біз не істеп жатырмыз? Біз сол жақтан белгілі бір ликвидностьті шешіп алғаннан кейін не істедік? Төмен қарай агрессивно құлап, даже мына жердің өзінде 4 сағатта имбаланс толтырмай төмен қарай агрессивті түрде мына лонговый имбалансқа дейін құлап кеткен болатынбыз да. Енді біз қарайтын болсақ, 1 сағатта менде басталынған фактор, ол менде төмен қарай бағаның құлауы, және де ликвидностьпен жұмыс жасап, баға өзін қалай көрсеткені маған өте қатты реакция берді. Және де позиция үшін основной ереже ретінде осы алынған болатын. Төмен қарай құлап жатыр. Неге бұл құлап жатқан нәрсені дальше құлатпасқа деп шортқа қарай ашылған. Енді в идеале мына жерге дейін тартуға болатын еді. Әрине 2.55 қылып, мен бірақ 1.96-ға жеткіздім. Примерно 1.96, примерно даже 132-ке дейін қойдым, кажется. Вот 2.2 риск реворд алдым бұл жерде. 1 сағатта осылай. Азия не істейді? Хайын шешеді. Нью-Йорктың бір ликвидностьін шешіп алады. Агрессивно құлап мына жерде дисбаланс қалдырады. Осы дисбалансты баға толтырғанын көрем. Яғни ликвидность барлығы шешілген. 5 минуттықта мен не байқаймын? 5 минуттықта мен бағаның Лондон, Франкфурт бағаны көтеріп, және де 5 минуттықта осы зонаға алып келеді бағаны, продающий зонаға. Және осы зонаның ішінде Лондон ашылған кезде бірден Франкфурттың хайын шешіп, бізге мынандай имбаланс, яғни подтверждение ретінде свечканы қалдырып кетеді. Осы свечканы көргеннен кейін мен лимитный ордермен осы жерде кіремін деп шештім. Неге мына жерден ровно алған жоқпын 300-тен? Себебі иногда болады баға аяғынан тимей төмен қарай құлап кететін ситуациялар. Сондықтан мен ертерек кіріп, 2 риск ревордымды алып, спокойно шығайын деп шешім қабылдадым. Және дәл сондай болды. Баға келді, менің зонам ішінде жүрді, потом артқа қарай құлады и уже спокойно отыруға возможность берді. Енді бұл трейд өте әдемі, 1%-пен кірілген трейд, четко мен үшін алынған болатын. Так, бұл жерде мен 2 риск реворд алдым. Келесі менде фунт бойынша шорт 1.71 RR 1%-пен кірілді позицияға. Енді мән берейік. Бұның логикасы қандай? Так, біз 1 сағатта көреміз бағаны. Баға не істеп жатыр? Баға бізде төмен қарай құлап жатыр. Ликвидность шешеді. Мына жақта келеді. Имбаланстармен жұмыс жасайды. Ликвидностьтарды өте жақсы жасайды. Азия дәл солай хай ликвидность шешіп алып агрессивно құлаған көріп отырмыз. Содан кейін мен агрессивно құлағаннан кейін бір маңызды фактор позицияға кіруге, ол мына жақтағы имбаланстың ішіндегі фракталмен жұмыс. Осыны шешіп алады. Шешкеннен кейін 5 минуттықта мен не көрем? Агрессивно шортқа қарай реакциясын көрем. Плюс 5 минуттықта дисбаланс қалдырады баға. Және осы дисбалансты алғаннан кейін мен позицияға, маркеттен бірден позицияға кірдім.
және take профитімді мен жоғары таймфреймдағы мына фракталға апарып қойдым. Баға келді, әдемі жапты, өте четко орындады. Енді мен егер мысалы ликвидность қай таймфреймда шешілсе, take профитті сол таймфреймға қоюға тырысамын. То есть сол таймфреймді белгілеуге. Егер мысалы менде зона интереса 1 сағатта болса, мен take профитті 1 сағаттан қараймын. То есть 4 сағаттан емес, 5 минуттан емес деген секілді и так далее. Вот жалпы осындай трейд менде алынды. Бұл жерде тоже примерно 2 емес даже давайте. Бір аккаунтта менде 1.96 эррор болды, бір аккаунтта менде примерно 1.7 осындай риск реворд алынған болатын. Біреуінде мен мына жерге қойдым примерно, біреуінде мына жерге қойып, в общем объемдармен жұмыс жасап позицияға кірдім. Четко келді, тейкпен жапты, әдемі. Мен позициядан шығып мәз болып отырдым, әдемі. Так, келесі трейд менде ол герсорг бойынша 2%пен алынды, 2 риск реворд берді, 4% пайдамен жаптым. Так, енді ол қандай трейд? Ол менде мына трейд. Егер сіздер мен телеграм арнама жазылсаңыздар, мен осы күні телеграмға вайп деп сторис жібергем, и осы вайпта дәл осы трейд болған. Мен бағаны примерно мына жерде тұрған кезінде жіберген болатынмын. Баға потом барды да бүйтіп егер кіруге мүмкіндік болса сіздерге осылай вход берген болатын менің заңымда. Сондықтан кім кірді, молодцы, поздравляю. Так, енді бұның логикасы қандай, я? Так, жоғары таймфрейм өтейік. Жоғары таймфреймда мен не байқап отырмын? Мен жоғары таймфреймда бағаның төмен қарай құлап бара жатқанын байқап. То есть құлап жатыр төмен, яғни шортқа қарай интерес бар адамдарда. Құлап жатыр. Плюс біз соңғы движениені қарайық. Соңғы движение бізде лонговый, жоғары қарай өсіп бара жатырмыз, әдемі өсіп бара жатқандықтан өстікте мына жерге біз келдік, фракталдың ликвидностін шешіп алдық. Шешіп алған соң Азия кеп шешіп алды, Нью-Йорк қайтадан шешіп алды ол ликвидності шешіп алған жерді. Және келесі күні, вот 22 күні маған қандай информация береді? Так, енді мен ойладым да, бізде мынаның максимум бар, баға максимумды шешті, плюс оны тағы да шешіп алса, значит мына жерде біреу сатып жатыр деп. Сондықтан range high, range low теориясын қолдандым. То есть бізде егер бір диапазонның мысалы алайық, осы диапазон ретінде алайық, осының максимумын шешіп алса, значит оны бөліп беру керек. Қайда? Оны минимумына бөліп беру керек. Плюс бізде Франкфурт ашылған кезде не істейді? Ол Азияның ликвидностін шешіп алады, фракталын. Плюс 5 минуттықта маған қандай информация береді? 5 минуттықта ликвидності шешкеннен кейін агрессивно шортқа қарай құлап, мынандай дәу имбаланс қалдырып береді. Осыны көрген мен аламында имбаланстың ортаңғы жерінде примерно лимитін ордер қойып, стопты Франкфурттың хайына қоям, take профитті range low'дың минимумына қойып, четко позициямды жабамын. Так, бұл трейд мен, кажется, қазір алайын. Бұны мен скриншоттап қойғам. Енді әрбір трейдтің менде осындай кіргенім бойынша мен телеграмында бар. Каждый трейдімді мен, если что, телеграм каналыма салып отырамын. Яғни кірдім, допустим, енді кірудің алдында емес, кіріп болғаннан кейін, орындалған соң, телеграм арнамда сіздер сразу бірден сол күні көресіздер. Сондықтан телеграм арнама жазылып қойыңыздар. Енді келесі мен герсоргпен алдым. Потом дәл сол күні менде фунт бойынша лонг болды, потом евро бойынша лонг болды. Давайте осыларды қарастырайық. Так, фунт бойынша лонгтың логикасы қандай? Давайте мен оны былай жылжытып қояйын. Не үшін мен бұл жерде лонг алдым? Егер біз 4 сағатқа өтетін болсақ, 4 сағатта бізде не байқалады? Мына жерде баға келеді, ликвидность шешеді, жоғары қарай өтеді, уверенно закрепиться етіп аламыз. Яғни покупательский интерес бар. Плюс біз 4 сағаттың ішінде не байқаймыз? Бізде баға мына жерде дисбаланс бағасына келеді. Яғни бұл бағаның, то есть покупательдердің интересі бар аймақ. Осыған келдік, мен кіргенін көрем, плюс қосымша мына жақтағы барлық ликвидностьтарды шешіп алады. Оны шешкеннен кейін мен тағы фракталдың шешілгенін көрем, уже доборлар, позициялар болып жатыр. Плюс мына жақта баға агрессивно өседі, яғни Нью-Йоркқа келген кезде өсіп, 15 минуттықта маған имбаланс қалдырады. Плюс мына жақтарда менде не бар? Мына жақтарда фрактал бар. Осы фракталдарды шешкен байқап бағаның мен істедім, реакциясын көрдім, по идее. Может быть, астыға қарай түсіп кетуі де мүмкін еді, былай қарай келді.
То есть былай ликвидность шешті, төмен қарай түсті, былай кетуі де мүмкін еді алып. Бірақ мен фракталды шешкен көрдім мына жақтағы ликвидностьті екі бірдей. Содан кейін реакциясын байқадым. Реакциясы менде положительный болғанда того, что менде мына жерде тұрған екі имбаланстың күшін жойып, продающий, яғни продавецтардың жоқ екенін көрсетіп берді, интерес жоқ. Сондықтан мен осы моментті пайдаланып, анарға баға имбалансты жапқаннан кейін толығымен маркетпен бір позиция алдым и потом дальше болды. Негізі по идее идеально бұны былай алса болатын еді, прям четко кететін еді осылай алса. Былай да 3-1 или даже мынаның артына прям четко безопасно қылып алып қойса болатын еді. Бірақ енді мен осы жерге қойғым келді. Бұл жерде 2-18 риск реворд алынды. Бұл трейдті тоже тейкпен жаптым, өте әдемі орындалған трейд. Бұны мен бірнеше аккаунтты аштым, бір аккаунтты 1%-пен, бір аккаунтты 0,5%-пен и так далее. Осылай орындап берді маған. Так, енді келесі трейд ол евро бойынша. Бұның енді логикасы қандай? Тура фунттікі секілді жоғары таймфреймға қарайық. Бізде не бар? 4 сағатта бізде мына аралықта да үлкен имбаланс бар. Осының ішіне кіреміз. Имбалансты біз не істейміз? Имбалансты 0,5-тен жоғары қарай, төмен қарай түсеміз, тест жасаймыз. Тест жасағаннан кейін плюс қарайықтап жүрді. Менде важный момент бұл диксимен болды. Баға не істеді? Дикси алды. Мына жақтағы в общем фракталды үлкен ликвидностьті шешіп алды. Евро ештеңке шешпесе де дикси келіп ликвидностьті шешіп алған болатын. Давайте евро доллар. Вот ликвидностьті шешіп алды осы жақтағы. Так, және бұл менде forex.com кажется, я. Осы ликвидностьті шешті. Шешкеннен кейін SMT болғанын көрдім. Сондықтан мен дальше осы жерден реверс болатынына мына имбалансты көргеннен кейін вот уверенность пайда бола бастады. Бірақ енді мен бұл движение может быть имбаланс тест жасамай кетеді. Сондықтан осы жерде маркетпен кірейінші деп 3-1 RR 0,5%-пен осы франкфуртский хайға дейін алдым. Четко по классике тейкпен жауып әдемі болды. 1,5% пайдамен екі аккаунтында осылай жаптым мен. Так, бұл трейд тұра берсін. Енді келесі менде 3 риск реворд болды, 1,5% пайда. Өте жақсы. Так, келесі менде герсорг бойынша алынды трейд. Бұл менде стоп. Неге? Қазір айтып берем. Так, біз алдың күні не істеген болатынбыз? Давайте былай тұрсын. Алдың күні біз келдік, мына жақтан фракталды шештік, құладық, құлағаннан кейін дневной таймфреймға қарайық. Ошибкамды мен сіздермен бөлісейін. Дневной таймфреймда біз не істедік? Біз дневкада келдік те мына жақтағы имбаланстың ішінде четко агрессивный лонговый бір жаптық. Екінші мына имбаланстың ішінде тоже агрессивно жауап берді, покупательский интересті көрсетіп. И осы покупательский интересті көре тұра мен мына жерде шортқа кіргенім өзімнің қателігім болды деп ойлаймын. Негізі шынымды айтайын, мен по идее мына жерде кіргім келген. Осы жерде шортқа кіріп, прям Азияның минимумына дейін спокойно позицияға ұстап, четко тейк профитпен отыратын адаммын негізіше. Бірақ мен бұл жерде қолым босамай, монитордың алдында телефоным қолымда болмай қалып, мен осы жерде позициямды өткізіп алдым. Так, негізі осылай шорт қарайын деген. Бірақ енді оны өткізіп алғаннан кейін мен қынжылмай ақ қояйын, мына жерде имбаланс бар деп, мына фракталдың үстіне қойып қойдым 5 минуттық лимиткамды. Баға келді, менің лимитінің ордерімді алып кетті 1,8-дер, бірақ төмен қарай реакция берген по идее. Бірақ Нью-Йорк ашылды да менің пландарымның барлығын бұзып кетіп, мені стоп-лосспен жауып тастады. Мен, короче, бұны стоппен жаптым. Так, келесі трейд менде фунт бойынша болды, дәл сол күні. Ол менде мынандай трейд. Енді неге бұлай ашылдың Нұралы деп айтсаңыздар, мен сіздерге қазір түсіндірейін. Так, біз не істедік? Кеше айтқам, бағана айттым, кеше біз ликвидностьті шештік, агрессивный движение жасап бердік. И мен бүгін мына агрессивный движениені көргеннен кейін примерно бағаның өстіп ликвидностьтан былай кеткенін көргім келген по идее, примерно осылайша, осыны шешіп алып мысалы. И осындай сценарий күткім келген болған. Бірақ өкінішке орай менің сценарием бойынша орындалған жоқ. Бүкіл
подтверждениені маған берді, Нью-Йорк ашылды, ликвидность жеш манипуляциясы деп реакция лонгқа берді, имбаланстар барлығы бар, бірақ бұл статичный стоп деп өзім ойлаймын, себебі үстінде барлығына ликвидность тұр, неге алып көтеріліп кетпеске мысалы, иә. Сондықтан бұл трейдті мен ладно деп жай жаба салдым, а так негізі бүкіл четко менің ережем бойынша орындалған. Возможно, мына связь агрессивный бұл Франкфурттың имбалансын толтыруға жасалған движение ретінде ма деп те ойлап қалдым, бірақ осындай трейд болды. Статичный стоптардың қатарына жатқызамын бұны. Так, келесі бізде 23-шы, енді менде 24 күні трейд, ол евро бойынша және фунт бойынша алынды. Так, енді сіздермен бөлісейін да, в чем неге мен лонг алдым бұл жерде, неге мен дальше мысалы шортқа қарамадым. Бірінші фактор, ол бізде 4 сағаттық жердегі имбаланс, яғни осы имбаланстың ішіне келдік, келген соң реакциясын көріп отырмыз, 0,5-тен жоғары жауап береді бізде бағаны, иә. Және де осыдан кейін мен не істеймін, 1 сағаттық таймфреймда аламын да, не көрем мен мына жерде бағаның мына максимумнан закреплениемен жабылғанын көремін. Плюс бағада мына жақта ликвидностьтар қалып қояды, шешілмей equal highs ретінде. Және де келесі күні мен не байқаймын, мен мына жерде бағаның манипуляция жасап жоғары қарай өскенін байқаймын, и мына менде основной зона интереса ретінде қарастырылды. Және біз осы күні осы зона интересаға келгендіктен мен 5 минуттық таймфрейм өтемін, мына фракталды шешкенін байқаймын, бірақ Франкфуртқа қайтадан ашылып, мына фракталды қайтадан шешіп алады ликвидностьті, и плюс не істейді, плюс агрессивный движение жасап береді. Және мен осы агрессивный движение кезінде бағаның мына жерден асқанын көріп, мен мына жерден позицияға маркетпен кірдім. Бұл бір аккаунтта мына жерде кірдім, бір аккаунтта мына жерде кірілді, бір аккаунтта мына жерде кірілді. В общем, примерно осы аймақтарда алынған болатында. Және осы алынғаннан кейін мен не істедім, күтіп отырдым, мына жерде ровно сағат 12-15-те резко жаңалық шығады. Резко жаңалық шықпаған төмен түсіріп тастайды. Содан кейін сәл апасем болып позициямды безіп өтіп қойдым. Бірақ не істеді, баға келді, четко алып жауап берді. Бірақ енді позициямды мына жерде жаңалық шыққаннан кейін евроның жаңалығы болды. Осы жаңалықтан кейін мен позициямды безіп өтіп келген соң мен оны ордерімді жауып тастадым. Бір аккаунтта жабылды, бір аккаунтта жабылған жоқ. Біреуінде тейк барды, біреуінде безіп өтіппен өкінішке орай жабылды. Сондықтан осындай трейд болды, әдемі болды деп ойлаймын. Так, бұл евро бойынша болды. Так, келесі бізде фунт бойынша плюс 0,9R. Так, қарайық. Фунт бойынша менде мынандай трейд алынды. Неге бұндай трейд десеңіздер? То же самое. Біз әлі мына жақта имбаланстың ішіндеміз. Имбаланстың ішіне кіреміз, кіргеннен кейін не істейміз? Біз аламыз да мына екі тұрған минимумды бірге шешіп алдық. Шешкеннен кейін күшімізді көрсетеміз, манипуляция жасап сыйламызды жоғары қарай покупка болған көремін. Содан кейін мен мына арадағы имбаланстан кіріп кеттім да. Мысалы, неге по идее мына жерден де күтуге болатын еді бағаны, бірақ мен ойладым, что баға бүйтіп келіп дальше жүріп кетеді ма деп. Бірақ көріп отқанымыздай олай болған жоқ. Мына жақтан имбаланстан да күтсе болатын еді, мысалы бағаны, сол кезде менде риск реворд прям 3-1 болатын еді. Ал қазір менде 2-1 осындай трейд болды. Жалпы жаман емес. Бірақ неге 0,9R, мысалы неге 2R деп тұр, бірақ 0,9-бен жаптың себебі новость кезінде прop компания аккаунтында менде тейк 601-ден кетіп тұрған осылай, және де стоп осының артында тұрған болатын мына жерде, біраз астыққа төмен түсіріп қойғам. И новость шыққан кезінде мені 440 бағасынан примерно осылай осы жерде жауап тастады. Неге? Себебі новость кезінде бит пен асық бағасы өте үлкен болып кетеді. Мысалы, баға бізде, допустим, мына жерде тұрса, бит бізде былай, асық бізде былай тұрады. Егер мысалы баға тейк профитім мына жерде тұрып, мысалы менде баға барса, мені мына жерде жауап тастайды примерно. Сондықтан осындай минустары бар. Любой, ол прop компания болсын, ол форекс нарығындағы брокер болсын, который сіз жұмыс жасайтын, барлығы осылай жасайды. Жалпы өзім ойым айтайын, осы апта бойынша өте жақсы апта болды. Мен үшін 70% win rate, 10 трейд ашылды. 10 трейд енді менде гер бойынша ашылды, фунт бойынша, евро бойынша ашылды. Өте жақсы болды деп айтам. 70% мен үшін мысалы жақсы нәтиже.
енді сіздер үшін білмеймін. 10 трейд енді 3 актив бойынша менің ойымша өте жақсы деп ойлаймын, себебі егер каждыйын отдельно қарастыратын болсақ, әрқайсысы бойынша менде 2 немесе 3 трейд шығып отыр. Сондықтан осындай апта болды. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, Telegram арнама жазылыңыздар, және де сіздер комментарийға қандай тақырып түсіргенімді қаласаңыздар, сол тақырыпта видео түсіріп жіберуге сіздерге тырысатын боламын. Ал енді сіздермен бірге болған бүгін Нұралы крипто. Енді сұрақтарыңыз болса комментарийға қоясыздар, жазасыздар. Енді Telegram арнама жазылып өтіңіздер, Instagram аккаунтыма тоже жазылып қойыңыздар. Барлық сілтемелер описанияда болады. Сау болыңыздар.